Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кезекті пәніміз дүние жүзі тарихы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемнің ең ірі мұражайлары, адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. Оқу мақсаты әлемнің ең ірі мұражайларын зерттеп, ерекшеліктерін анықтау, әлем халықтарының тарихи мәдени мұрасын зерттеу және сақтап қалудағы мұражайлардың рөлін түсіндіру. Сабағымыздың мақсаты әлемнің ең ірі мұражайларының ерекшеліктерін зерттеу, олардың әлем тарихын жазудағы орнын анықтау. Олай болса, әлем мұражайларына саяхатымызды бастаймыз. Бірінші кезекте мұражай, яғни музей сөзіне тоқталайық. Грекше музейон, музалар храмы деген мағынаны білдіреді. Мұражай тарихи ғылыми мұраларды, дерек ретінде ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме болып табылады. Алдарыңызда әлемнің ең ірі мұражайларының тізімі. Бірінші, Париж қаласында орналасқан Лувр мұражайы. Екінші, Лондон қаласында орналасқан Британдық мұражай. Үшінші болса, Флоренция қаласында орналасқан әйгілі Уффици галереясы. Төртінші, Америка құрама штаттарындағы Нью-Йорк қаласындағы Метрополитен мұражайы. Бесінші болса, өзіміздің көршілес орналасқан Ресей мемлекетіндегі Санкт-Петербург қаласындағы Эрмитаж мұражайы. Алтыншы болса, Жапон ұлттық мұражайы, яғни Токио ұлттық мұражайы болып табылады. Лувр. Лувр Европадағы ең тұңғыш мұражай болып табылады. Мұражай Сена өзенінің оң жақ жағалауында Париждің орталығында орналасқан. Луврдың негізгі ғимараты 12 ғасырда тұрғызылған Франция королі 2 Августтың қамалы болып табылады. Ал мұражайдың ашылуы Француз революциясы етек алған тұсқа, яғни 1793 жылмен тұспа-тұс келеді. Мұражай қоры алғашқы кезде 1 Франциск және 14 Людовик жинаған корольдік коллекциялар есебімен толықтырылды. Бұл Париждегі 350 мың экспонат бар алып мұражай. Жылына 8,5 миллион адам мұражайды көруге келеді. Леонардо да Винчидің әйгілі Джакондасы да осы мұражайда. Луврды аралауға ең кемі 3 апта уақыт керек екен. Келесі мұражайымыз Лондон қаласында орналасқан Британдық мұражай. Бұл келушілер саны бойынша Луврдан кейінгі екінші мұражай. Ол 6 гектар жер көлемін алып жатыр, және оны жылына 5,2 миллион туристер тамашалап көреді екен. Мұражай қорында 66 мың экспонат бар. Египеттің жұмбағы болған иероглифтерді шешуге себеп, оның мағынасын түсінуге мұрындық болған әйгілі розет тасы осы мұражайда орын тепкен. Музейде Британ аралдарындағы алғашқы қауымдық өнер ескерткіштері, ішінде көне Ура қаласының розеттасы, ассириялық бедерлі суреттер, тағы басқа бар. Ежелгі Мысыр, Месопотамия, Парфенонның және Галикарнас мавзолейінің мүсіндері, құмыралар мен тастары бар. Ежелгі Грекия мен көне Рим және Еуропа, Азия, Африка елдері мен халықтарының өнер және мәдениет ескерткіштері, гравюра, сурет, металл ақша, медальдардың бай қоры бар. Британ музейінің кітапханасында 7 миллионнан астам кітаптар, 105 мыңдай қолжазбалар, соның ішінде ежелгі Мысыр папирустары сақтаулы. Келесі табан тірейтін қаламыз ол Флоренция қаласы. Бұл қалада қайта өрлеу дәуірінде Тоскана герцогы 1 Козимо Медичидің себебімен Уффици галереясы дүниеге келді. Ол әлемнің ең таңдаулы әрі ең үлкен көркем сурет және мүсін мұражайы. Галерея дүние жүзіндегі автопортреттердің бірегей жинағына ие. Мұражайдың суреттер коллекциясы Джотто, Симона Мартини, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело және Караваджо сынды әлем мойындаған тұлғалардың туындыларымен толықтырылған. Сондай-ақ Дюрер, Рембрандт және Рубенс секілді неміс, голланд шеберлердің жұмыстары қойылған. Галереяның өзге мұражайлардан басты ерекшелігі өнер туындыларын тарихи оқиғалар шеңберінде тамашалай аласыз. Алда Метрополитен мұражайы.
Нью-Йорк қаласында орналасқан дүние жүзіндегі ең ірі және келушілер саны бойынша 4-ші орынды иеленетін көркемсурет мұражайы. Оның негізін 1870 жылы америкалық кәсіпкерлер мен өнерді қадірлеушілер тобы қалады. Бүгінгі күні тұрақты коллекцияда 2 миллионнан аса туындылар бар. Дүние жүзіндегі Египет өнерінің толық жинағы осы мұражайда деп есептеледі. Метрополитен мұражайында дүние жүзіне әйгілі шеберлер Бенвенутто Челлинидің Роспильози кубогы, Рафаэльдің әулиелермен отырған нәрестелі Мадонна, Тицианның Венера және Лютняшы, Вермер Дельфтскийдің ұйықтап жатқан қыз, Эль Греконың Толедо көрінісі, Рембрандтың Гомер сыралғысының алдында тұрған Аристотель, Франц Халстың Малле Баббе, Антуан Ваттоның Метцеттің туындылары қойылған. Метрополитен мұражайы арқасында адамзат мәдениеті мен өркениетінің даму жолын, тарихи шежіресін тамашалап, рухани, мәдени, ақпараттық мағлұмат алуға болады. Бүгінгі өткен тақырыбымызды бекіту сұрақтарына тоқталайық. Бірінші тапсырма: сәйкес мағыналарын анықтап тап. Кестенің екі жақ бағанындағы сөздер ретсіз орналасқан. Сіздер әр мұражай атауына қай сөз мағынасы сәйкес келетінін анықтап, қарындашпен сызып көрсетесіздер. Екінші тест тапсырмалары. Бірінші сұрақ: бірінші Франциск пен 14-ші Людовик жинаған корольдік коллекциялар есебінен толықтырылған мұражай. Екінші сұрақ: сәулетшісі Роберт Смерк болған мұражай. Үшіншісі: 2 миллионнан астам туындылары бар ерекше мұражай. Төртіншісі: қайта өрлеу дәуірінде флоренциялық ақсүйек әулеттің демеушілігімен салынған ғимарат. Осы берілген тест сұрақтарының жауабын тауып белгілейсіздер. Үйге берілетін тапсырмалар. Бірінші тапсырма: Вен диаграммасы арқылы Уффици галереясы мен Токио ұлттық мұражайының ұқсастықтары мен әрқайсысының айырмашылықтарын жазыңыз. Айырмашылықтары 5-тен кем болмауы тиіс. Екінші тапсырма: интернет желісі арқылы әлемдегі түрлі қызықты мұражайларды іздейміз. Көлемі жағынан үлкен немесе шағын болса да болады. Негізгі критерий: жаңа таңдап алған мұражайымыз басқа да мұражайлардан ерекше болуы тиіс. 2 мұражайды таңдап аламыз. Ары қарай төменде көрсетілген жазба бойынша ақпарнама толтырамыз. Бірінші: мұражайдың атын жазамыз. Екінші: орналасқан қаласын. Үшінші: мекен жайын. Төртінші: ғимарат бейнесі, яғни ғимарат қандай стильде жасалған, қанша бөлмесі бар, тағы сол сияқты белгілерін жазамыз. Бесінші: құрылған уақыты. Алтыншы: негізін қалаушылар. Жетінші: мұражай қандай бұйымдарды сақтайды. Сегізінші: қай мемлекеттердің ескерткіш туындылары кездеседі. Тоғызыншы: атақты туындылары қандай. Осы туралы ақпарнама жазамыз. Берілген тапсырмаларды дәптерге толтырып, суретке түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жібересіздер. Мына берілген YouTube каналына сілтеме арқылы қосымша мәліметті біле аласыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.